армысыздар. Каналыма тіркеліп, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Мен көңілдесімді осында алып келдім. Енді ол бізбен бірге тұрады. Ал сен, Айша, ас үйде түнеп шығуыңа болады, деді күйеуім. Бірақ ол Қарагөздің күйеуін осы мекенжайға әлде қашан шақырып қойғанымды білмейтін. Есіктің ашылғаны кенет болды. Айдос әдетте үйде болсам, қоңырау шалатын, ешқашан кілтпен кірмейтін. Ал бүгін жай ғана кіріп келді. Және жалғыз емес еді. Алдындағы ауаны әлдекімнің бөтен тынысы басып қалғандай, дәліз іші бірден ауыр сезілді. Оның жанында тұрған әйелді бірден таныдым. Қарагөз. Айдос қызметтегі ноутбугында жабуды ұмытып кететін әлеуметтік желідегі суреттерінен ақ білетінмін. Жас, күтімді, ақшыл шашы мұқият таралған. Үрейлі көзқараспен жан-жағына жалтақтап қарап тұр. Үстінде жеңіл көйлегі бар. Салқын кешке мүлде сай келмейтін. Қолындағы сөмкесін жүрегіне басып ұстаған, қалқан ұстағандай. Айша, деді Айдос, даусы мұқият дайындалған сияқты. Бізге сөйлесу керек. Мен үндеместен шетке қарай шегіндім. Оларды қонақ бөлмеге өткізіп, менің сабырлы күйім оларды одан бетер абдыратты. Олар айқай, жылау, ыдыс сындыруды күткен, бірақ мен үндемедім. Айдос жайланып диванға жайғасты. Арқасын арқалыққа сүйеп, екі қолын созып отыр. Қарагөз болса отырмақ түгіл, орнынан қозғалуға батпады. Біз осы үйде бірге тұрамыз, деді ол ақыры, үнсіздікті жарып. Мен басымды баяу издедім. Үй ішіне көз жүгірттім. Мұндағы әр затты өзім таңдағам. Диван үстіндегі сурет, перде түсі, тіпті Айдос үнемі сүрінетін кілемше де бәрі менің әлемімнің бөлшегі еді. Жарайды, дедім сабырлы дауыспен, ешқандай дірілсіз. Айдос таңданып кірпігін қақты. Қалай жарайды? Мен не айтқанымды түсіндің бе? Қарагөз бізге көшіп келді. Түсіндім, дедім тағы да. Оған жеке бөлме керек. Қонақ бөлмеде менің жобама қатысты заттар бар. Ертең кешке дейін босатып қоямын. Қарагөз селк етіп Айдосқа қарады. Көзіндегі қорқынышты жасыра алмады. Ол шайқасқа дайындалып келген, ал мен оған тізе бүктім. Айдос керісінше жайланып қалды. Менің байсалды мінезімді әлсіздік деп ұқты, өзін жеңімпаз сезінді. Ернінде өзіне риза күлкі пайда болды. Жоқ, сен әлі де түсінген жоқсың, деді ол маған жақындап. Қарагөз менімен бірге ұйықтайды, біздің жатын бөлмеде. Біздің деген сөзге екпес түсірін айтты. Мен осы сәтте күйреп түсемін деп кетті. Бірақ мен жай ғана қарап тұрдым. Көзіме көз салған сәтте ол алғаш рет бірдеңе сезгендей болды. Аз ғана састы. Қайталап айтсам, ас үй енді сенің орның, деді ол тағы да, соңғы нүктесін қойғандай. Бірақ ол бір нәрсені білмейтін. Мен әлде қашан Қарагөздің күйеуін осы мекенжайға шақырып қойған едім.